Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен тез дайындалатын шелпек дайындаймыз. Дәмді әрі тез. Бір 10 минут қана уақыттарыңыз кетеді. Болған тек қана ұн, мінекей ұн және сүт, тұз ғана қажет. Басқа көп зат қажет етпейді. Осы 3 заттан ғана дайындаймыз. Тұзды осылай қозғап алыңыздар. Ерітіп, жақсылап, сосын онымен араластырып, илеп, жақсылап июін қандырып, жақсылап илеп аласыздар. Тек қана жақсылап илеу керек бұны. Қатты емес, жұмсақ етіп, осындай етіп илеп аласыздар. Мінекей, осылай бір 3-4 минутқа осылай жауып қоям. Міне көрдіңіздер, жұмсақ. Қатты емес. Міне осылай екіге бөліп дайын қамырымызды. Енді менікі көптеу болғандықтан осылай екіге бөліп алдым. Сіздер өздеріңізге қарай азғантай семя қосаңыздар, азғантай илеп жет шелпек қана жасасаңыздар болады. Енді қонақ келетін болғаннан кейін затым наным көптеу. Мінекей осылай кішкентай домалақтап нанымызды дайындап аламыз шелпекке. Жұмсақ қамырымызды июін қандырып, жақсылап илейтін болсақ нанымызды. Дрож, сода, ешқандай көп заттар қажет емес. Тек қана сүт және тұз, ұн үшеуін араластырып осылай. Мінекей, менің наным көптеу енді. Өйткені қонақ келетін болғандықтан осылай көптеу дайындап алдым шелпекті. Мінекей, енді жаюға дайындаламыз. Майымды құйып қойдым, қыздырып табаға. Отқа қойып қойдым уже. Мінекей, ұнға осылай аунатып, осылай жайып аламыз. Бұрын дрожға илеп, одан сода қосып, көпсітіп жаңағындай жасаушы едік қой. Ал қазір осындай лайфхак сіздерге. Ешқандай зат қажет етпейді. Сүтіміз, тұзымыз, ұнымыз болса болды. Өте дәмді шелпек. Дәмі болмай қалатын шығар деп ойламаңыздар. Өте дәмді. Және тез желініп кетеді. Білмеймін. Неге екенін, дәмді болғандықтан шығар деп ойлаймын өзім. Мінекей осылай домалақтап дайындалып аламыз. Қатты жұқа емес, жұқалығы жақсы. Міне бәрін дайындап алдым. Осылай жайып дайындап алыңыздар, өйткені қызып тұрған отқа тез салып аласыздар. Бетін жауып қойсаңыздар да болады. Міне қызып тұрған майыма енді мен тез шелпегімді салып аламын. Бір 2-3 минуттың ішінде дайын болады шелпек. Мінекей, мен оттың астын жай қойып алсаңыздар да болады. Мен осылай тез айналдырып тез пісіріп алам. Арасы піспей қалады деп ойламаңыздар. Арасы да өте жақсы болып піседі. Басында видеода көрсеткендей. Мінекей, осылай қызып тұрған отқа тез салып аласыздар. Ұзақ уақыт арасы піспей қалады деп ұстап тұрмаңыздар. Арасы піседі. Мінекей, көпсіген әдемі шелпектер. Дрожсыз да, содасыз да.
асқазандарыңыз қыжылдамайды, жақсы дәмді шелпек, тез піседі. Жасап көріңіздер. Менің жасау жолдарымды көрген болсаңыздар, маған лайк басып, каналыма жазылып кетіңіздер. Ас дәмді болсын, үлкен рахмет.